Менің үлкен ағамды Каноха тек өз пайдасына қолданды. Ол тіпті ауыл үшін жанын аямай, Каноха шиноби болғанына мақтан етті. Егер адам өз туыстарын өлтіруге дейін барса, ауыл мұрасы деген не болғаны сонда? Сол себепті шындықты түсіну үшін мен сенің жауабыңды естігім келеді. Кейін қорытындылай отырып, мен өз таңдауымды жасармын. Каноханы жоямын ба? Әлде жайына қалдырамын ба? Ауылдан кек алғың келе ме? Ашуыңды бас, сүмелек Учиха. Әйтпесе мен. Табирама сама. Табирама. Саусағыңды түсір. Мейлі. Барлығын қорқытып әуре қылмай-ақ қояйық. Кешіріңдер бізді. Мүмкін емес. Сіз мүлде өзгермепсіз, Хашим.